Сәлем, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге осындай песочный болып пісетін, яғни минутка самсасының рецептімен бөлісемін. Сондай-ақ начинкасына асқабақпен қосылған өте дәмді шығатын самсаның рецептін қабыл алыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Алдымен бізге осындай ұн, сары май және жұмыртқа, су, кішкене тұз қажет. Ыдысымызға алдымен суымызды құйып аламыз. Шым-шым тұзымызды саламыз. Және 2 жұмыртқамызды қосамыз. Араластырып аламыз әуелі. Яғни біздің жұмыртқамыз біркелкі масса болуы қажет. Сіздердің осындай венчик болмаса, миксердің көмегімен, болмаса шанышқының көмегімен араластырсаңыздар болады. Енді бізде осындай бөлме температурасындағы майымыз қажет. Холодильникте, мұздатқышта тұрған май жарамайды. Яғни микроволновка пеш болса, соған жылытып алсаңыздар болады. Венчиктің көмегімен осылай араластырып алдық. Енді осыған електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Бірінші жартысын қосып аламыз, араластырамыз. Яғни ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Себебі біздің пісіп жатқан тәттіміз өте көтеріліп, үлпілдек болып шығады. Енді бізге венчиктің қажеті жоқ, яғни ұнымызды салып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Ұнның да, осы жерде ұнның да тығыздығына байланысты плюс-минус граммы болады. Яғни сіздің ұныңыздың тығыздығына байланысты менің осы рецептмен кішкене аз салсаңыздар да, немесе кішкене көп қоссаңыздар да болады. Мен барлық осы құрамдарын описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Енді осылай ұнымызды осындай силиконовый коврикке қамырымызды жайып, ұнымызды салып, біркелкі қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз өзінің июін қандырып, әдемі болып шығуы қажет. Өйткені бізді жаю мақсатында қамырымыз жақсы июі қанса, қамыр өте жақсы жайылады. Міне осылай болды. Енді осында бір 5-10 минутке тұндырып қоямыз. Июі қанғанша. Енді біз салмасына кірісеміз. Бізге осындай асқабақ және жуа қажет. Осындай терканың көмегімен асқабақтарымызды теркалап аламыз. Егер де сіздерде терка болмаса, асқабақтарды майдалап 4-1 етіп қолыңызбен турап алсаңыздар болады. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздердің самсаларыңыз өте әдемі песочный шығады. Яғни қонақ келген кезде тез жасай салуға өте ыңғайлы. Яғни көп уақытты алмайды және көп заттарды қажет етпейтін самсаның түрі. Қазақша каналдың дамуына аз да болса да өз үлесімді қосам десеңіз, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңізді қалдырып, қоңырау белгісін басып кетіңіз. Яғни қоңырау белгісін басып кетсеңіз, менің шыққан рецептімді бірінші болып көре аласыз. Сіздер өз қалауларыңызша етпен немесе басқа да начинкамен жасасаңыздар болады. Міне біз осылай теркалап алдық. Енді жуаларымызды біз жарты осындай сақина қылып турап аламыз. Енді осыны асқабақтың үстіне қосып,
татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды және өздеріңіз қалауларыңызша дәмдеуіштерді қоссаңыздар да болады. Мен burada тұз, бұрыш қостым және самсаның осы начинкасына қосатын приправасын қостым, бірақ өкінішке орай видеоға түспей қалыпты. Жақсылап араластырып аламыз. Не біздің начинкамыз осылай дайын болды. Енді тұнып тұрған қамырымызды ковриктің үстіне қойып, тағы да бір араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз өте әдемі үйі қанып, жаюға дайын. Осылай болды. Енді осыны біз пышақтың көмегімен, немесе мен сияқты осындай спатуланың көмегімен бөліп алсаңыздар болады. Мен burada 4-ке бөлдім, өйткені менің жаңағыдай самсаны жаюға оңай болсын деп. Сіздер 2-ге немесе 6-ға бөлсеңіздер де болады. Төрт бөлікті өсіп думалақтап қоямын, жаюыма оңай болады, үйі қанып тұрады. Енді мен осылай сопақша етіп жайып, пышақтың немесе менкі сияқты осындай спатуланың көмегімен бөліктерге бөліп аламыз. Және домалақтаймыз. Енді осылай жайып шығамыз. Қыздар болған бір жақсы жері, ешқандай ұнның көмегі қажет етпейді. Өйткені біздің құрамында майымыз болғандықтан ешқандай да жабыспайды, қорықпаңыздар. Осылай жұқалап жайып, енді салмасын салып, өздеріңіздің қалауларыңызша түйсеңіздер болады. Яғни мен осылай екі шетін басып, өріп шығамын. Дәл осылай жасасаңыздар, яғни дастарханда қойғанда әдемі көрінеді самсаларыңыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай өріп шығасыздар. Бірінші кезде қиындық тудыруы мүмкін. Қайта жасасаңыздар, қолдарыңыз үйреніп, осылай тез-тез өріп шыға аласыздар. Енді мен осылай және екінші түрі кәдімгі стандартный 3 бұрыш қып теп шығамыз барлығын. Міне осылай түйдім. Енді осыларды майлап табаларға орналастырып шығамыз. Және бір жұмыртқаны жарып, бетіне жағып шығамыз жұмыртқаларымызды. Және қалауларыңызша күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Мен үйде бар затым, яғни мак, осылай мактарды барлығын сеуіп шықтым. Міне біздің самсаларымыз осындай әдемі шықты, үгілмелі, ауызда ериді, дастарханыңызға қойғанда өте әдемі көрінеді. Сіздермен болған Кәмшат. Келесі видеомда кездескенше каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне пікір қалдырып кетіңіздер.